Барыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге Webull платформасын толық көрсететін боламын. Қалай қолдану керек, қандай ыңғайлылықтары бар, соның барлығын осы видеода көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін тамашалап, лайк басып, трейдингпен айналысқысы келіп жүрген, айналысуды бастап жүрген достарыңыз, таныстарыңыз бар болса, жіберіп қойсаңыздар болады. Webull платформасын ең бірінші Google-ға немесе Chrome-ға Webull скачать деп жазалсаңыздар, Webull Desktop деп бірінші тұрады. Осыны тартып аласыздар скачать етіп. Менде қазір бұл кірмей тұр, өйткені Webull платформасы менде бар, өшіріп, оны қайтадан скачать етіп көрсетпей-ақ, сіздерге осылай айтсам да түсінесіздер деген ойдамын. Енді осы Webull Desktop'ты басқаннан кейін сіздерге MacBook немесе егер Lenovo, Asus деген ноутбуктарыңыз бар болатын болса, HP деген ноутбук болса, сіздерде Windows-ты таңдап скачать етесіздерде, осы жерде сосын загрузки деп тұрады. Соның үстінен басып, Webull'дың үстінен басып, Webull'ды таңдап, сосын ары қарай Далее дегенді басып, осындай бір окно шығады, сол жерден Далее деген, Install деген, сосын Finish дегенді бассаңыздар, сіздерде главный бетте осылай Webull Desktop деген өзі жеке шығып тұратын болады. Енді Webull туралы қалай қолдану керектігін көрсетпей тұрып, кішігірім ақпарат бере кетсем, Webull бұл Қазақстандағы қолжетімді америкалық платформа болып есептеледі. Техникалық анализ жасауға өте ыңғайлы, TradingView сияқты, бірақ TradingView'дан да қазір артық болғандықтан акциямен айналысатындардың барлығы осы Webull'ды көбінесе қолданады. Webull ең бастысы ол тегін, бізде Zinconsorm деген сияқты бір платформалар бар, бірақ олар платный болғандықтан Webull өте ыңғайлы. Webull'ға кіресіздер, содан кейін Webull'ды басып кіргеннен кейін сіздерде осылай аппақ болып тұрады. Сосын сіздер оны өздеріңіз қалағанша, мына жерде ең астында settings деген бассаңыздар, настройкасын, мына жерде көк және де қара түрі бар. Өздеріңізге ыңғайлы қайсысы болады, соны таңдап алып қолдана бересіздер. Мен осы қараны таңдадым. Сосын сіздер кіргеннен кейін осындай бет шығып тұрады. Мына жерлердегі мына кішігірім беттер бізге керек емес, оның бәрін былай үш сызықты бассаңыздар, Remove деп тұрады. Соның Remove дегеннің бәрін басып, осы шетіндегілердің бәрін кетіріп аласыздар, өйткені бізге артық болғандықтан кетіріп тастағанның зияны жоқ. Осылай ашып қолдана бересіздер. Мына жерде сіздерде өздеріңіздің watchlistтеріңіз тұрады, яғни өздеріңіз қай компанияға анализ жасайсыздар, қай компанияның акцияларын алып сатып қолданып пайдаланып жүрсіздер, соны осы шетке жинап қойсаңыздар болады. Және де мына жерде көріп тұрғандарыңызды Drawing, Line Style, Grade, Vest деген нәрселердің бәрін мен қазір жеке көрсететін боламын. Мына жерде символды таңдайсыздар. Символ таңдаған кезде Volume'ды бассаңыздар, шетінде объемы шығып тұрады, қанша сатушылар алғандығын, және де Stock Logo деген бар, ол логотиптерін көрсетіп тұрады. Өздеріңіз қалай ыңғайлы болады, солай настройкасын, осы watchlist'ның настройкасын жасалсаңыздар болады. Осылай шетке қойып, сосын ары қарай бізде мына жерде оны көрсету үшін міне мына жерде X деген бар, ең астында осыны бассаңыздар, сосын авто дегенді бассаңыздар, осы жерге қосылып тұру керек. Сосын сіздерде осындай жолақтар пайда болады. Бұл жерде сіздер TradingView'да көк пен сары болып автомаркет пен премаркет бөлініп тұрады ғой, бірақ Webull'да олай емес. Мына жерде 22 деп тұр, мына жерде 21 деп тұр. Мына жерде көріп тұрсаңыздар, қазір мен сіздерге ручкамен көрсетейін. Мына жерді бассаңыздар, мына свечкида бізде
21 деп тұр, осыны турайын бассақ, ал мынаны бассақ біз 22-сіне ауысқанын көріп тұрмыз. Яғни осы күні премаркеттің уақыты басталды. Біз астына таймфреймдерді қосқымыз келсе, осыны басып, жұлдызшаны бассақ, астында бізде постоянно шығып тұратын болады. 4 сағаттық таймфреймді қосып алдық. Енді 4 сағат техникалық анализ жасаған кезде біз daily мен, weekly мен, содан кейін 4 сағатпен жұмыс жасаймыз. Мыналарды М деген ол месячный анализ, графиктер, оны түсінетін боларсыздар деп ойлаймын. 4 сағаттықта басқан кезде біз техникалық анализ жасаған кезде осы соңғы 2 свечиді қолданамыз. 4 сағатта осы екеуін пайдаланамыз, ал 1 сағатта мына 6 свеча бізге 6 свечаны біз қолданамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6 премаркеттегі осы 6 свечаны пайдаланатын боламыз. Бұның уақыттары әрқайсысы 1 сағат бізде обедте 1-де ашылады. 1 сағат 1 свечи, 2 сағат 2 свечи, 3, 4, 5, 6, 6 жарым, мына жерде 1,5 сағат. Мынау 1-ден 2-ге дейін, 2-ден 3-ге дейін, 4-ден 5-ге дейін, 5-ден 6-ға дейін. Жоқ, каждый 1 сағаттан, сосын мына жерде ең соңғысы жарты сағат болу керек. Осы жарты сағат ең соңғы свечкеміз бізде осы 6 свечамен жұмыс жасаймыз. Кеше күндікі болғанда мына жердегі 6 свечаны алып қолданамыз, пайдаланамыз. Мына жердегі 6 свечиді аламыз. 6 свечиді аламыз. Осылай пайдаланамыз, қолданамыз. Перехай, перелоу дегендерді алда уақытта техникалық анализ жасағанда толығымен түсіндіріп өтеміз. Техникалық анализ жасауға да бірнеше видео кетеді, сондықтан да мұқият қарап алыңыздар. Бүгін дәптерге жазып белгілеп алатындардың барлығын белгілеп алыңыздар. Мына жерде Webull'дың ең жақсы артықшылығы, мына жерде көріп тұрсыздар, 2 чат деп тұр, яғни 2 бірдей бетті ашық қойып қарап отыруға болады. Мысалы, мына жерде Тесланы ашып қойдым мен. Тесланы ашып қойып қарап отырсаңыздар, бір жағынан басқа компанияның графигін ашып қарай аласыздар. Енді жоғарыда мына символ деген бар, екеуін бірдей басып қойсаңыз, екеуі бірдей компанияның графигін көрсетеді. Мына таймды бассаңыздар, екеуінің таймы бірдей, уақыты бірдей болады. Мысалы, 4-еуін ашып қойып, мысалы маған палантир дейтін болсақ, кез келген біреуін жасақ, мынаған палантир тек. Ал енді мысалы мынаның үстін басқа кезде шеті өзі көп болып ерекшеленіп тұрған жерде біз 1 сағатты қойдық, ал мынаны басқан кезде уже біз мына график бізде ерекшеленді, оған 5 минутты қойсақ болады. Ал мынаны басқан кезде 1 минутты қойып, осылай бөлек-бөлек қарап отырсаңыздар да болады. Бізге ең керектісі ол 1, сосын 2 бетті ашып алып анализ жасаймыз. Мына жердегі символдарды айтып түсіндірдім, таймфреймді айтып түсіндірдім. Енді мына жердегі сіздерге қаламның суреті тұрған жерде қандай инструменттер тұр, соны көрсетіп өтейін толықтырып. Бізде paper trading дегенді бассаңыздар, осындай бет ашылады. Бұл бетте қолдануға ыңғайлы. Чарт дегенді бассаңыздар, график дегенді таңдайсыздар. Яғни осыны таңдап былай үлкейтіп аласыздар. Сосын тағы да чартты бассаңыздар, екінші бет шығады. Сосын мына жерде мына тұрған Add widget X басып кетіріп тастайсыздар. Мына жерде 2 график көрініп тұр. Бізде 2 график көрініп тұр. Енді бұны былай мышканың көмегімен жылжытсаңыздар болады. Және де сонымен қатар чарт 1, чарт 2 деп тұр. Осылай Webull'ды қолдана бересіздер. Енді мен сіздерге мына драуингті түсініп кетем дедім. Мына жерде біз горизонтальный line деп тұр, trend line деп тұр.
vertical line, extended ray, horizontal ray дегенді бассаңыздар, қайсысы сізге керек, соны басып таңдай бересіздер. Мысалы, мынаны басқан кезде бұл максимумдар мен максимумдарды, минимумдар мен минимумдарды теңестіріп алу үшін керек, яғни үшбұрыш сызып қолдану үшін осы бірінші тұрған тренд лайн керек болады. Бұл соңғы кезде өте пайдалы болып жүрген инструмент ретінде қарастырып жүрміз. Бұның пайдасы көбінесе консолидацияда тұрып қалған кезде пайдасы көбірек тиеді бұл үшбұрыштың. Енді екінші тұрған горизонтал лайнды таңдасаңыздар, мысалы бір сағатта X автоны қосып алайық. Бір сағатта бізге мына жерде мысалы горизонтал лайн мен премаркеттегі бір сағаттың минимумын, содан кейін максимумын мына жерде, осы жерден максимумын сызып алып, мысал ретінде көрсетіп тұрмын, пайдалансаңыздар болады. Мысалы, кешегі күннің жабылу бағасын алайық. Кешегі күннің жабылу бағасы бізде мына жерде тұр. Осыны аласыздар да, ерекше қызылмен мына жерде қалыңдатып белгілеп алсаңыздар, немесе жолақ етіп белгілеп алсаңыздар да болады. Ары қарай бізде мына жерде Fibonacci тартуға болады. Ең минимумынан, қазір Fibonacci'ді көрсетіп жүрейін. Fibonacci'ді былай ең минимумынан алып, максимумына дейін осылай қойып, Fibonacci'ді тартсаңыздар да болады. Осылай Webull'ды қолдана бересіздер. Видео пайдалы болған болса, лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.